Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қамыры үгітіліп тұратын өте дәмді және де идеальный болып шығатын сметанный пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қамырын дайындауға кірісеміз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқа, қант және де жұмсақ сары майымызды салып миксерлеп аламыз. Содан кейін үстінен ұн мен разрыхлительді салып қамырымызды илейміз. Үгітілмелі қамырдың негізгі басты ережесі қамырды илеу барысында өте көп илеп жібермеу керек. Қамырдың басы біріккеннен кейін илеуін тоқтатамыз. Сол кезде қамырыңыз үгітіліп өте әдемі болып шығады. Илеп алған қамырымызды формамызға жайғастырып шығамыз. Видеода көрсетілгендей оқтаудың көмегімен жайып шықсаңыздар, қамырларыңыз піскен кезде тегіс әдемі болып шығады. Осылай қолымыздың көмегімен барлығын бір тегіздетіп жайғастырып шығамыз. Содан кейін артық жерлерін алып тастаймыз. Қамырды формамызға орналастырып болғаннан кейін вилканың көмегімен астыңғы бөлігін тесіп шығамыз. Ендігі кезекте салмасын дайындауға кірісеміз. Ыдысымызда 400 грамм қаймақ бар. Оның үстіне қантты, жұмыртқаны және де кукурузный крахмалды салып араластырып аламыз. Бір шай қасық ванильный сахар немесе ванилин салып жіберсеңіздер, пирогымыздың дәмі одан әрі өте дәмді болып шығады. Барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Содан кейін формаға құямыз. Содан кейін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген жеміс-жидектен салсаңыздар болады. Мен осындай смородинаны салдым. Пісу барысында смородинамыз ағып кетпес үшін бір шай қасық кукурузный крахмалды салып араластырып алдым. Содан кейін барып пирогымыздың бетіне орналастырып шықтым. Пирогымызды алдын ала қызған 180 градус пешімізге қызарғанша пісіріп аламыз. Пирогты суығаннан кейін барып жесеңіздер, дәмі балмұздақтың дәміне ұқсап өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.